Ассаламу алейкум қыздар, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге өте оңай карамельді балмұздақтарды дайындайтын боламыз. Дәмі дейтін керемет болып шығады. Бізге керекті заттар: сүт, мұнда 250 мл, мұнда 60 мл, құрғақ сүт, қант және де крахмал. Ең алдымен 60 мл сүтімізге крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ешқандай түйіршіктері қалмау керек, бір келкі масса шығу керек. Неге біздің массамыз дайын. Енді осындай темір табамызға қантымызды саламыз, араластырып отырып ерітетін боламыз. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Неге қантымыз еріп бастады, ешқандай түйіршіктерін қалдырмай толықтай ерітуіміз керек. Орташа отта ерітіңіздер. Неге қыздар, біздің карамеліміз дайын болды, ешқандай түйіршіксіз керемет болып шықты. Енді осы карамеліміздің үстіне 200 мл сүтімізді құямыз. Біздің карамеліміз бірден қатып қалады осылай, одан еш қорықпаңыздар. Енді ақырын отта осы карамеліміз ерігенше тағы да араластыратын боламыз. Біраз уақытта біздің карамеліміз еріп кетеді. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Қатты отқа қойып қажет емес қыздар. Баяу отта тұру керек. Қатты отқа қойсаңыздар, сүтіміз бірден қайнап кететін болады. Неге біздің карамеліміз толықтай еріді. Енді осы массамыздың үстіне құрғақ сүтімізді салатын боламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршіктері қалмау керек. Дайындап алған крахмалды массамызды қосамыз. Енді қыздар, міндетті түрде тоқтатпай, баяу отта араластырып отырыңыздар. Біздің массамыз тез қоюланады. Мінекей осылай қайнап шыққан кезде отымызды сөндіріп, массамызды газдан түсіретін боламыз. Бөлек ыдысымызға құйып, бөлме температурасына дейін суытамыз. Суыту барысында массаны ара-арасында араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Массамыз су барысында бетіне қаймақ секілді қабат пайда болады. Сол қабат бөлектеніп қалмау керек, араласып кету керек. Сол үшін араластырып отырыңыздар. Мен балмұздақтарды осындай бір реттік стакандарға құйып жасайтын боламын. Сіздер осындай етіп жасасаңыздар да болады, болмаса қарапайым табаққа, басқа үлкен ыдысқа құйып қатырсаңыздар да болады. Теңдей етіп құйып алатын боламыз. Қыздар, менде 3 стакан балмұздақ шықты. Енді балмұздаққа арнайы осындай таяқшаларды орналастырып шығатын боламыз. Тоңазытқышқа кемі 6-8 сағатқа жібереміз. Қыздар, дайын болған балмұздағымызды осындай ыстық суға кішкене батырып, сыртын жібітіп, стаканымыздан босатып аламыз. Бізде оңай осылай шешіледі. Суларыңыз міндетті түрде қатты ыстық болу керек, сонда осылай бір батырып алғанның өзінде балмұздағымыз оңай шешіліп шығады. Қыздар, біздің карамельді балмұздағымыз дайын. Өте арзан, қарапайым сүттен дайындалады. Жасап көріңіздер, ас болсын.